Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің жалпы қарастыратын тақырыбымыз аяқтан жағымсыз иіс шығудың және оның алдын алатын боламыз. Жалпы сүйікті аяқ киіміңізден жағымсыз иіс шығатын болса, көпшілік орындарда ыңғайсыз жағдай қалдыратыны рас. Одан арылудың жолын іздеп жүретін болсаңыз, онда сіз дәл осы видеода толық сұрақтың жауабын алатын боласыз. Негізі аяқтағы иіс түрлі жолдардан пайда болады. Яғни біріншісі бұл сапасыз аяқ киімге тап болатын болсаңыз иіс шығатын болады. Және де кей адамдарда ішкі ағзасында түрлі өзгерістер салдарынан да иістен арылу қиынға түседі. Ол үшін арнайы дәрігерлердің тексерулеріне өтіп, емдік шаралар жасаған дұрыс. Жасы келіп қартая бастаған адамдардың денесінен арнайы токсиндердің бөлінуінің нәтижесінен де иіс шығуға алып келеді. Тек аяқтан ғана емес, бүкіл дене терісінен шығатын жағымсыз иістен арылу қиын емес. Жиі салқын сумен шайып тұру ғана қажет. Ұзақ уақыт жуынбай тазалық сақтамаса, дене мен киімдерге иіс біржолата сіңіп қалуы мүмкін. Тағы да бір дерек, аяқ иісінің жұқпалы болып келуі, яғни аяқ киіміңізді немесе шұлығыңызды өзгемен ауыстырып киетін болсаңыз, оның иісі сізге жұғады. Сондықтан да абай болуды ескертеді. Енді сіздерге аяқ киімдегі жағымсыз иістен арылуға болатын бірнеше әдістерді айтатын боламын. Бұл үй жағдайында қолдануға болатын әдістер. Осылармен қолданып, аяқ киімдегі жағымсыз иістен арылсаңыздар болады. Бірінші әдіс, аяқтан, аяқ киімнен шығатын жағымсыз иістерді жоюда формидронның пайдасы бар. Яғни бұл аяқ киімдеріңізді осы формидронмен тазалау қажет. Күнде тазалап тұрғаныңыз дұрыс. Формидрон бұл дәріханаларда сатылады. Сосын екіншісі, сутек тотығын мақта немесе шүберекке тамызып, дымқылдап алып, аяқ киімнің ішін тазалап сүрту қажет. Әдіс бірнеше рет қайталап тұруды қажет етеді, өйткені бір процедура аздық етеді. Үшіншісі, жағымсыз иісті жоюға күнделікті қолданыстағы дезодоранттардың да пайдасы бар. Тек ең алдымен аяқ киімнің сутек тотығымен немесе марганец ерітіндісімен сүртіп алып, содан кейін дезодорантты сепкеніңіз дұрыс. Төртіншісі, бұл жағдайда иіс пен ылғалды өзіне сіңіретін адсорбцияға қарсы заттектерде көмектеседі. Яғни бұл көмек құралы ретінде ұнды немесе ас содасын пайдалануға да болады. Оларды аяқ киімнің ішіне сеуіп 2 сағатқа қойып, кейін шаңсорғышпен тазалап алсаңыздар болады. Белсендендірілген көмір адсорбцияға қарсы заттек ретінде қолданылады, бірақ одан кейін аяқ киімнің ішінде қара дақ қалып қоюы мүмкін. Сондықтан да осы белсендендірілген көмір қолданбағандарыңыз дұрыс. Бесіншісі, сірке суы. Сірке суы да жағымсыз иісті жоюшы болып табылады. Мақталарды сірке сумен дымқылдап алып, оларды 3 сағатқа аяқ киімнің ішіне салып қойыңыз. Мақтаны алып тастаған соң аяқ киімнің ішін кептіріңіз. Алтыншы әдіс, арақ пен спирт. Аяқ киіміңіздің ішін кәдімгі арақпен сүртіп шығыңыз, немесе оның орнына нашатыр спиртін пайдалансаңыз болады. Мақтаны араққа немесе нашатыр спиртіне малып алып, аяқ киімнің ішкі бөлігін толық қамтып ылғалдандырып алғаныңыз дұрыс. Бірден кимей оның толық кепкенін күтесіз. Тұзды су немесе ас содасы. Тұзды судың немесе ас соданың суына аяқ киіміңізді 2 күн бойы ұстау. Бұл әдіс қиындау болып көрінгенімен ең пайдалысы осы. Кез келген аяқ киіміңізді дәл осы әдіс бойынша буға қоятын болсаңыз, ішіндегі вирустарда, бактерияларда толықтай жойылатын болады. Сосын хош иісті эфир майы. Біз ұсынар, жалпы мен айтатын соңғы әдіс осы әдіс. Хош иісті эфир майы. Иісті ұзақ уақытқа шығармай тұратын бұл кеңесті де жиі жасап тұрған дұрыс. Кез келген жұмсақ мата немесе мақтағы хош иісі бар майдың 1 немесе 2 тамшысын тамызып, 1 күн тұрғызатын болсаңыз, бірнеше күн иіс сақталып тұрады. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оқуда жемісті болыңыздар.